Елімізде ерлі-зайыптылардың 15%-дан астамы бедеулік мәселесіне тап болған. Сол себепті соңғы жылдары қазақстандықтар суррогат аналардың көмегіне жиі жүгінуде. Олардың нақты саны жарияланбайды, себебі бұл құпия ақпарат. Алайда сұраныстың жоғары екенін салалық қауымдастықтың дерегі айқын көрсетеді. Қазақстандағы репродуктивті медицина қауымдастығының мәліметінше бүгінде ел аумағында аталған қызметті ұсынатын шамамен 30 клиника бар. Дегенмен бұл қызметтің құны жоғары, себебі Қазақстанда суррогат ана бағдарламасына мемлекеттік квота қарастырылмаған, ал суррогат ана болуға көбіне қиындыққа тап болған әйелдер кездеседі. Олар қарызын, несиесін жабу немесе баспанаға бастапқы жарна жинау мақсатында осы жолды таңдайды. Экомед клиникасының дәрігер-репродуктологы Ислам Ерғалиевтің айтуынша, суррогат ана 20-дан 35 жасқа дейінгі әйел болу керек, және кемінде бір баласы болуы шарт. Олар алдымен агенттік деңгейінде іріктеуден өтеді. Барлық көрсеткіштері қалыпты болған жағдайда ғана құрсақ ана ретінде қабылданады. Репродуктолог атап өткенде, экстракорпоральды ұрықтандырудың бірнеше рет сәтсіз аяқталуынан немесе түсіктен кейін суррогат анаға жүгіну балаға қол жеткізудің жалғыз жолы. Ерекше атап өтетін жайт, баланың суррогат анамен ешқандай генетикалық байланысы болмайды. Жыныс жасушаларының кемінде бірі ата-ананың өзіне тиесілі болып, эмбрион экстракорпоральды ұрықтандыру арқылы дайындалады. Мұндай қызметке жүгінгендердің бірі Манара Байғожина. Ол экстракорпоральды ұрықтандыру бірнеше рет нәтиже бермеген соң, 3 жыл бұрын осы қызметтің арқасында егізді болды. Тіпті кейін тәжірибесіне сүйеніп суррогат ана агенттігін ашқан. 2021 жылы суррогат анамен нотариустық келісімшарт жасадық. Бұл медицина көмегімен ата-ана болудың мүмкіндігі. Айта кету керек, суррогат анаға жасалатын барлық жағдай бағдарлама басталар алдында нақтыланып, нотариуспен бекітіледі. Онда төлемдер мен форс-мажорлық жағдайлар жазылады. Алайда бұл келісімнің артында үлкен физикалық жүктеме, әлеуметтік қысым мен эмоционалдық күйзеліс бар. Қазақстанда суррогат аналардың қызметіне ең төмен баға белгіленген. Бұдан арзаны тек Малайзия, Филиппин және Африка елдерінде ғана бар. Қызметтің құны жыл сайын өзгеріп отырады және оның бірнеше факторға байланысты қалыптасатынын білдік. Дамира Бекбергенованың айтуынша, егер тапсырыс берушілер Қазақстан азаматы болса, тәжірибесі жоқ суррогат ананың қызметі кемінде 5 миллионнан басталады. Ал бұрын суррогат ана болған әйелдің қызметі 7 миллион теңгеге дейін жетеді. Ранкинг KZ сарапшыларының дерегіне сәйкес, Қазақстанда суррогат ана қызметінің толық құны 9 миллионнан 15 миллион теңгеге дейін барады, ал Еуропа елдерінде бұл қызмет әлдеқайда қымбат. Сонымен қатар, бұл тәжірибеге әлем елдерінің көзқарасы әртүрлі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қызметті қосымша репродуктивті тәсіл ретінде мойындағанмен, көптеген дамыған елдерде оған заң жүзінде тыйым салынған. Атап айтқанда, Франция, Германия, Австрия, Норвегия, Қытай және Швецияда суррогат ана қызметіне рұқсат жоқ. Үндістанда бұл қызмет енді ғана еніп жатыр. Алайда елдегі құрсақ аналар заңмен тыйым салынған мемлекеттердің азаматтарына қызмет көрсетпейді. Қазақстанда да құрсақ ана қызметі діни тұрғыда құпталмайды. Исламда суррогат ана тәсілі құпталмайды, себебі ер адам мен құрсақ ана арасында неке жоқ. Әйел жатыры сауда нысаны емес. Дегенмен Қазақстан зайырлы мемлекет болғандықтан бұл үдеріс шариғат қағидаларымен емес, конституция мен заң талаптарына сәйкес реттеліп отыр. Қалай болғанда да адамдар суррогат ананың көмегіне немесе бұл қызметті атқаруға жеңіл келісе салмайды. Таңдаудың артында көбіне әлеуметтік немесе медициналық күрделі себептер жатқаны түсінікті.